сіз елдің істегенін істеп жатырсыз, адамдар байып жатыр, өздерінің әлеуметтік жағдайларын дұрыстап жатыр, ал сіз тура солай жасап жатырсыз, бірақ сізде ештеңе шықпай жатыр. Ол неліктен білгіңіз келсе, осы видеоны өзіңізге сақтап алыңыз және маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Басым көпшілігі адамдар ойлайды, иә, мен де тура сол сияқты жасап жатырмын, бірақ менде ол болмай жатыр. Неліктен деп? Өйткені сіз шын ниетіңізбен және де табандылықпен кірісіп жатқан жоқсыз. Сіз тура жақындап қалған кезде, 3 қадам қалған кезде, сіз қайтадан артқа қарай кетіп қалып жатсыз. Жоқ, менде болмайды екен, мен ол сияқты жасай алмайды екен деп адамдардың басым көпшілігі солай ойлайды. Ал жетістікке жеткен адамдар не істейді? Олар қиыншылықты және де мысалы үшін поражение дейді ғой, болмай қалған істерін олар мүмкіншілік ретінде, иә, бұл осылай жасалады екен ғой деп ары қарата табандылықпен алға қарай жылжиды. Және де бұлар бәрі Аллаға тапсырады. Бәрін жасаушы да, беруші де Алла. Аллаға тапсырып сеніп жасаңызшы, сіздің тірліктеріңіздің бәрі оң жағын беретін болады. Егер де осы жайлы және де рухани жан-жақты өзіңізді дамытқыңыз келсе, осы видеоның астына даму деген сөзді жазып кетіңіздер. Сіздерге дайындалған керемет 80-нен аса өте құнды, сіздің өміріңізге өте керекті, сіздің өміріңізді 180 градусқа өзгертетін сабақтарды тегін беретін боламыз.